Audisi 4.8 91 жылғы машина от алады. От алып кішкене бір 2 секунд 3 секунд сөйтіп өшіп қалады. Иммобилайзер жоқ. Аудиларда иммобилайзері от алып өшіп қала береді. Иммобилайзер болса, ода ондай иммобилайзер жоқ. Ол причинаны алып тастаймыз, ол себепті от алмай өшіп қала береді. Бензонасос деп ойлаған 5 бензонасос өздері волюметр ауыстырған, датчик температурайды көрген болмаған. Қазір осыны қарап көреміз. Мен ойымша бір блокировкама сигнализациядан бір левый бір провод бар сияқты, бензонасосына питание келмей қалатын сияқты. Қазір осыны тексереміз. И қалай істеп тұрғанын көрсетейін сіздерге. Так, міне от алды. 3, 4, 5, 6 мін болды өшті. 6 секунд, 5 секунд. Қазір мін тағы. Келесіде уже от алмайды пока. Әне. Қазір бензонасостың тоғын тексерейін. Қалай кеп тұр екен. Бензонасосын тексердім. Бензонасосына тоқ кеп тұр. Өшіп қалса да тоқ кеп тұрады. Одан кейін өшіп қалғаннан кейін барып питание кетеді, как положено. Бұл басқа проблема болып тұр. Қазір неден болуы мүмкін. Қараймыз. Волюметрдің тоқтарын тексеріп көремін қазір. Датчик температурын тексеріп отырмын. Датчик температуры нормальный көрсетіп тұр. Показаниялар нормада. Волюметрін тексеріп көрдім, тоқтарын кеп тұр екен. Волюметрді ауыстырып көрген өздері. Енді білмеймін қазір несін қарарымды. Осылай қалтырап әрең істеп тұр. Датчик коленвалдарын қазір тексеріп көремін, сигналдарын.